Arkadaşlar hoş geldiniz. Kazak Türkçesindeki ilk ders kitapları ve Beymbet Maile'nin yeri. Hem bize hem Türk dünyasına bu konuda güzel tanıtıcı bir seminer yapacak araştırmacımız Erkin Bek Bey. Buyurun Erkin Bek Bey, söz sizde. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті Еуразия ғылыми зерттеу институтының оқырмандары және көрермендері. Пандемия жағдайына байланысты онлайн конференциялардың кезекті санын өткізу маған келген екен. Сіздердің рұқсаттарыңызбен тақырыпты бастауды рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бастығымыз доцент доктор Вакурсумер айтып өткендей, қазақ даласындағы алғашқы оқулықтар және Бейімбет Майлиннің ондағы орны тақырыбы бойынша бүгін семинар өтетін боламын. Жалпы бұл тақырып өте ауқымды және де алаш уақытында, алаш кезеңіндегі біздің зиялыларымыздың әдістемелік оқулық құралдары әлі күнге дейін зерттелмей келе жатыр. Сол тақырыпты бүгін сіздермен талқылап, ой пікір алмасатын боламыз. Жалпы бұл менің докторлық диссертациялық тақырыбым. Бұның таңдаудағы себебінің бірі менің жетекшім, педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Бахтияр Сманов, профессор доктор. Соның мен ақылдаса отырып, осы тақырыпты таңдадық. Бұл тақырыпты таңдаудағы себебіміз, біз тек қана алаш қайраткерлерін, тек қана бір қазақ мемлекетін құрудағы қайраткерлік жағын, я болмаса ақындық, я болмаса жазушылық жағын қарастырамыз да, көбінесе осы әдіскерлік жағы назардан тыс қалып жатады. Негізінен Алихан Бөкейханов айтқандай, әркім өзінің иығына артылған жүкті жетер жеріне апарып жеткізсін деген тәлсім аясында біздің бүгінгі тақырыбымызға арнайы таңдалып алынған Бейімбет Майлин, Бейімбет Майлиннің жалпы еңбектері, шығармашылық әдеби поэзиялық еңбектері, сонымен қатар оның жазған оқулық кітаптарына тоқталатын боламыз. Бейімбет Майлиннің өзінің ең алдымен ол біздің қазақ топырағында, қазақ қоғамында Бейімбет Майлинді жазушы, я болмаса публицист, яки ақын ретінде таниды. Ал оның әдіскерлік ғалым екенін біз назардан тыс қалдырамыз, және де бұл тақырыпта аса бір ғалымдар зерттемеген. Маған дейін Бейімбет Майлин тақырыбын зерттеген ғалымдар оның шығармаларындағы әдеби шиеленістерін, әдеби барыс-келістерін талқылап, оны зерттейді. Ал бұл тақырыпты зерттемей назардан тыс қалған. Және де Бейімбет Майлинмен қатар сол заманда, алаш заманында 20-шы ғасырдың алғашқы ширегінен кейінгі уақыттарда өмір сүрген алаш қайраткерлерінің көпшілігінің осы әдіскерлік, әдістемелік, педагогикалық еңбектері назардан тыс қалған. Біздің тақырыбымыздың өзектілігі де, қызықтылығы да оқырманға осы тарапынан болады. Оған біз қызықтыратынына және де басқа да ғалым, әдіскер ғалымдарға, мамандарға бұл қызықты болады деп санаймыз. Менің тақырыпқа біздің жалпы Абай университетінің докторанты болғандықтан, сол кездегі Абай университетінің негізгі қойған мақсаты бұл педагогикалық салада, педагогикалық бағыттарды негізге ала отырып, қорытынды шығару, солған байланысты тезистерді ортаға қою, өзектілігін, мақсатын және де міндеттерін, педагогикалық мақсатын ашуға байланысты дүниелерді мақсат етеді, және де докторанттарға, жас ғалымдарға солай деп міндеттеме қояды. Егер де бұл тақырыпты Әл-Фараби атындағы университеттің докторанты талқылайтын болса, ол мүлдем басқа тақырыптан келетін еді. Себебі Абай университетінің бір басқа университеттерден ерекшелігі, ол педагогикалық және де әдіскерлік
мамандықтарға ерекшелік беріп отырады. Жалпы тақырыпқа тікелей келетін болсақ, Бейімбет Майлиннің әдіскер, педагог және де ағартушы болуының бірден бір себебі ол қазақ қоғамында белгілі танылған есімдердің бірі. Оның әңгімелері, қысқа әңгіме жазуының шебері деген өзінің атағы бар. Ал оны кейін алдағы уақытта тоқталамыз. Ал негізінен Бейімбет Майлиннің педагогикалық қызметіне және де қайраткерлігіне тоқталатын болсақ, ол өзінің қазіргі уақытта ол кезінде қазіргі Қостанай таңы, Егемен Қазақстан, Қазақ әдебиеті, Айқап, Қазақ деген газеттерде белді қызмет атқарған, сондай газеттердің шығуына үлкен еңбек еткен, сол газеттердің ақпарат құралдарының қара жұмысын атқарған және де көп уақыт бойлары тасада қалған, есімі ортаға шыға қоймаған және өзі де есімін шығаруға аса бір мүдделі болмаған тұлғалардың бірі. Ол 1920 жылы осы қазіргі тілмен айтқан кезде білім басқармаларының бірінде жұмыс жасаған. Сол арқылы ол әдеби шығармаларында арқылы педагогикалық жұмыстарын белсенді түрде жүргізіп отырған. Түрлі сол уақыттағы кеңес үкіметі орнап қазақ даласындағы аласапырандар болып жатқан уақытта Бейімбет Майлин халықтың сапасын көтеру, халықтың білімін арттыру, халықтың игілігін көтеру мақсатында көптеген жұмыстар жасаған. Бейімбет Майлинге дейін оның қазіргі осы семинар барысында мен Бейімбет Майлиннің өзі жазған әдістемелік педагогикалық кітаптарға, оқулықтарға тоқталатын болам. Ал қазіргі бір сұрақ, Бейімбет Майлинге дейін және де оның әдіскер болуының себептеріне тоқталып өтейін. 1932 жылға дейін әдебиет оқыту бойынша оқулығы қазақ даласында арнайы бір оқулық болмаған. Негізінен Ыбырай Алтынсариннің бастаған қырғыз хрестоматиясы, яғни қазақ хрестоматиясынан негізге ала отырып, осы мектепке арналған кітаптар жазыла бастаған. Біз Бейімбет Майлиннің кітаптарының негізгі ерекшелігі ол жалпы қазіргі біздің функционалдық сауаттылық деп ұдайы көтеріп жүрген мәселелерді ол сол кезде көтеріп халықтың жаппай сауатты болуына көп үлес жасаған. Негізгі Бейімбет Майлин және де басқа Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсыновтардың негізінен бір негізгі басты назарда ұстайтын кітаптарының бірі, ол негізгі көмектің бірі, ол Ыбырай Алтынсариннің қазақ хрестоматиясы. Қазақ хрестоматиясының жазылуының да өзінің үлкен ерекшелігі болған. Ыбырай Алтынсарин өзінің естелігінде және де осы қазақ хрестоматиясының алғы сөзінде өзі жазып айтып өтеді. Сол уақыттың үлкен білім ордаларының бірі болған қазақтар үшін Санкт-Петербург және Мәскеу қалаларында оқып келген және де сонымен қатар Уфа, Қазан қаласында оқыған қазақ зиялылары негізінен өзі келгеннен соң қазақ даласында оқу, білім, ағарту ісін башқұрт тілінде, татар тілінде және де сол тілдерде жазылған кітаптардың негізінде қазақтарды оқыта бастаған. Осы жағдайды көргеннен соң Ыбырай Алтынсариннің қазақ хрестоматиясы жазылып, ол алдарыңызда көріп отырғандай 4 тараудан тұрып, және де осы 4 тараулар бойынша балаларды оқыта бастаған. Бұл жерде оқулық, ол кездегі оқулық қазақ хрестоматиясының қазіргі оқулықтардан, қазіргі қазақ оқулықтардың атасы, негізгі жол салушы кітап бұл қазақ хрестоматиясы. Ал соның жазылуындағы тарауларынан байқауға болады, балалар өмірінен алынған әңгімелер,
яғни балаларды оқулыққа, білімге тәрбиелеу мақсатында әртүрлі жастағы адамдардың өмірінен алынған әңгімелер, ең жақсы қазақ ақындарының өлең жырлары және де қазақтың мақал мәтелдері. Бұл кітап жалпы қоғамға оқытылған. Қазіргідей әдебиет тарихына бір бөлек, салт дәстүрге бір бөлек пән я болмаса оқулықтар арналмаған. Осы жалпы бір кітап арқылы шамамен жарты ғасырдай қазақ даласында білім ағарту жүйесі осы кітап негізінде жүргізілген. Мұнда да жаңағы біз бұдан сәл алдында айтып өткеніміздей, кітаптың жазылуының өзінің идеясы, мазмұны және нақты материалдар жағынан ана тілін және қазақ халқының даналығын, бай мұрасын көрсетуге негізделгенін айтылып отыр. Қазақтың, яғни белгілі бір халықтың санасына сіңдіру үшін оның ұлттық және де мәдени сол ұлтқа сәйкес болуы ол үлкен маңыз және үлкен бір жүйеге негізделгені көрініп тұр. Ал кейіннен келетін болса, осы Ыбырай Алтынсариннің оқулығынан кейін қазақ даласында оқулықтар жазу бірте-бірте белең ала бастайды. Алдыларыңызға көріп отырғандай, бұл кітаптар біртіндеп жаңағы Ахмет Байтұрсынұлы, Бейімбет Майлиндердің кезеңіне дейінгі жазылған бұл кітаптар экраннан да көрулеріңізге болады. Осы кітаптардың жазылуы қазақ даласындағы оқу ағарту ісінің дамуына және де ілгерілеуіне өзіндік үлес қосқан. Осы кітаптар жалпы әдебиетшілер тарапынан, тарихшылар тарапынан және де біздің сол уақытта алаш кезеңін зерттеп жүрген ғалымдар тарапынан біршама деңгейде тыс қалып жатады. Әңгіме барысында белгілі бір қысқа түсіндірулер кезеңінде ғана айтылып өтеді, ал толық былай топтастырылып, толық ортаға қойылғаны болмаған. Мәселен, көріп отырғандай, ақыл кітабы, әдеп, бұлардың барлығы сол уақытта кеңінен үйретілген. Қазақ даласында оқу ағарту жұмыстары негізінен алғашында араб жазуы негізінде жүріп, бұл кітаптардың көпшілігі араб графикасында жазылған. Бұлардың барын алып, бір қарап, көз жүгіртіп шықтық. Мәселен, Ташкентте басылған европалықтар үшін 2 жылдық оқу орнының кітабының барлығы бұл европалықтардың өмір сүру салты, ойлау қабілеті, ол жақтағы өмірдің қалай жүріп жатқанының барлығын зерделеніп айтылған. Одан соң мәселен, бұл кітап бұдан бір ғасыр бұрын 1921 жылы шыққан кітап. Бұл Міржақып Дулатовтың ана тілі және бастауыш мектеп деп аталатын кітабы. Сол мақсатта арқалаған кітаптардың бірі. Жаңағы Алтынсарин, одан кейінгі кезең және де Ахмет Байтұрсыновтардың ортаға қойған әдебиет танытқышы бар, оқу құралы бар, баяншысы бар. Осының барлығы жазылуы осы уақыттарда жүзеге асып, Бейімбет Майлиндерге жалғасып отырған. Сонымен қатар, мәселен, мына кітап Бейімбет Майлиннің «Сауат ашу» деген кітабы. Бұл кезде әлі қазақ даласына латын графикасы ене қоймаған шақ. Біздің барынша біліп зерттегеніміз бойынша бұл кітап Бейімбет Майлиннің «Шала сауаттылар үшін» кітабы, латын графикасында жазылған. Бұдан кейінгі басылымдары 7 рет, 8 рет «Шала сауаттылар үшін әліппе» деген Бейімбет Майлиннің кітабы 7-8 рет басылған. Соның ең алғашқысы араб графикасында басылса, кейінгі баспалары латын графикасында жарық көрген.
Мәселен, бұл жерде айтып өтетіндей, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаевтардың, Әуезовтердің көпшілігі жұрт ақын, алаш қайраткері есебінде біледі де, осы педагогикалық және әдіскерлік тұсы назардан тыс қалып жатады. Алдыларыңызда осыларды топтап, қай жылдарды қандай атта шыққан кітаптарын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ары қарай жүретін болсақ, мәселен мынау Бейімбет Майлиннің жаңағы араб жазуында көрсеткен кітабының келесі бір түрі сауаттандырғыш деп аталады. Бұл жерден де 1929 жылы қазақ даласына енгізілген, қазақтар қолданған латын әліпбиінде жазылған жазу түрін де көрулеріңізге болады. Кітаптың обложкасына, мұқабасынан кітаптың аты және де қандай бағытта екенін, сонымен қатар ол кездегі идеологиялық, саяси дүниені де қамтып өткен дүниені көруге болады. Бейімбет Майлин бұл сауаттандырғыш кітабын 7-8 рет басқанның өзінде тек қана өзі емес, қазаққа аты белгілі Ғабит Мүсірепов және Әміржан Сыздықовтармен бірлесіп жазғанын көруге болады. Жалпы Бейімбет Майлиннің өміріндегі ерекше тұлғаның бірі ол Ғабит Мүсірепов. Ғабит Мүсіреповпенен де Бейімбет Майлин көп осындай әдістемелік педагогикалық кітаптар, ағартушылық кітаптар жазған. Яғни бұл тұста айтып өтуіміз керек, біз көбінесе Ғабит Мүсіреповті де тек қана драматург, жазушы есебінде танимыз, ал оның педагогикалық бір тұлға екенін осылайда көрсетуімізге болады. Сонымен қатар, мәселен, бұл кітаптың ішіндегі дүниелердің бәрін әрқайсысын парақтап, ашып, қарап шықтық. Функционалдық сауаттылықты арттыруға, ол кездегі қазақтардың жалпы ақпарат алу, ақпаратты жетілдіру, қорыту мақсатını көздеген, басқа совет үкіметі орнап, жалпы орталықтандырылған жүйе бойынша қазақтардың да сол үрдістен қалмай бірге дамуыны көздеген және де сол міндеттерді Бейімбет Майлиндердің атқарғанын көруімізге болады. Мәселен, мынау 1935 жылы жазылған кітапты қарайтын болсаңыздар, бір қызық жағдай, осы жерде қазақтардың саны 6,5 миллионнан астам халық болғанын көруге болады. Сол туралы ақпар берген және де қазақтың территориялық дүниесінің көлемінің қанша болғанын, сол арқылы қазақ жеріндегі мәселен өткен ғасырдың 30-шы жылдарының өзінде қазақ жерінің қазба байлықтарға толы болғанын осы кітаптарда нақтылап жазылған және де бұл кітапта бұл жерде жазбадық. Қазақ даласында қанша мал ұстағанын, қандай өлкелерде негізінен кімдердің тұрғанын, қазақ даласында совет үкіметі орнағаннан соң қандай дүниелер, өзгерістер келгенін, соның барлығын осы кітаптарда жан-жақты беріп отырған. Кітап тек қана әдебиетшілерге, кітап тек қана болмаса белгілі бір саланың мамандарына арналмаған, сол кезде жалпы қоғамға арналған бұл кітап болып есептелінеді, жалпы халықтың сауатын арттыруды көздеген. Содан соң кейінгі бір кітабы Бейімбет Майлиннің Ғабит Мүсіреповпен бірлесіп жазған «Сауат үшін» кітабы. Мұнда жалпы сіздерге оқып өткенде жөн көріп отырмын. Қазақстандағы жалғыз ол кездегі баспа, Қазақстан баспанасынан басылған түрлі екшеулерден, түрлі сараптамалардан өтіп, оқушыларға сауат үшін әліппе емес, әліппе орнына беріліп отырған құрал дейді. Яғни жалпы қоғамға арналған дүние екенін көрсетіп отыр.
және де мәселен бірінші ескертпеде мәселен әріптің жазба түрі берілмеді, оны беретін болсақ әліппе тез арада басылатын болмады, оқытуды оңайлататын суреттер бермедік. Кейбір кітаптарында суреттерді толық анық беріп отырған, қазақтың төрт түлігіне сай дүниелерді жан жақты жіліктеп беріп, олар бойынша анықтамалар да беріп отырған. Одан соң дидактикалық мәселелер бойынша да жаттығу материалдары аз берілген, үй тапсырмалары да бұл жерде түрлі деңгейде қайталау, оқушыларды ұдайы дайындықтан өтіп, ұдайы білімді қайталап отыру, оқыған нәрсесін қайталап отыруын көздеген мақсатта осындай дүниелерді қалыптастырып, жазып, әдістемелік есебінде ортаға ұсынған. Бейімбет Майлин жалпы тек қана сөз басында айтқанымыздай, тек қана әдеби шығармашылықпен айналысып қана қоймай, педагогикалық оқытудың үздік үлгілерін жинақтап, арнайы оқулықтар шығарған, қазақ халқының сол кездегі игі жақсылармен бір болған. Оның біз тағы бір қыры публицистикалық, яғни баспа сөз саласында өте көп жұмыс жасағанын білеміз. Соның нәтижесінде Бейімбет Майлиннің жалпы ортаға жалпы дүниелерді беруінде үлкен рөл ойнаған. Оның әдіскер болуының бірден бір себебі ақпарат саласында, ақпарат құралдарында жұмыс жасай жүріп, ол өзінің қысқа ғана оқшауларымен, яғни бүгінгі тілмен айтсақ, қысқа ғана посттарымен, бағаналарымен, ақпарат газеттегі алғы сөздермен оқырманды ұдайы сауатты болуға, ұдайы білімді болуға шақырып отырған. Одан соң біз осы тақырыпты зерттеу барысында аңғарғанымыз, Бейімбет Майлиннің қай шығармасын алып қарайтын болсаңыз да, қай көлемі кішкентай, үлкен, ол маңызды емес, қай шығармасын алып қарайтын болсаңыздар да, оның ішінде білім, оқу деген сөздердің болуы, сонымен қатар білімді адамның қаншалықты маңызды болғанын, білімді адамның қандай да дау-дамайлар барысында өзінің алғырлығымен ортаға шығып, өзінің құқығын қорғай алатынын нақты көрсетіп отырған. Менің жалпы айтайын деген жалпы қысқа қана осылай. Жалпы бұл жерде көп нәрсеге жалпы ақпар беру үшін осындай айтып өттім. Сұрақтарыңыз болса қабылдауға дайынмын. Çok teşekkür ediyoruz Erkin Bek Bey. Sağ olun. Gerçekten anlaşılan o ki 1920'ler ve 30'ların ilk yarısı Kazakistan literatürü, eğitim camiası çok hareketli, canlı bir yayın performansı da göstermiş. Bunda Beymbet Mayli'nin rolü de anlaşılıyor ki çok fazla. Ve bütün o çağdaki diğer entelektüellerle ilgisi ve alakası, irtibatı son derece kuvvetli. Ama ondan sonra belli bir nispeten uyku dönemine girilmiş tahmin ediyorum. 30'ların ikinci yarısından itibaren belli şartlar altında. Ancak bu tabii yeniden keşfediliyor böylece. Bu o çağdaki 20'li 30'lu yıllardaki eserler daha fazla ilgi kesbediyor tahmin ediyorum. İlgi çekiyor günümüzde. Bunda da sizin çalışmalarınız önemli bir yer tutacak ileride de. Bununla ilgili de tahmin ediyorum güzel bilimsel makaleler de takip edecektir bunu. Ben tebrik ediyorum. Arkadaşlarımızın, misafirlerimizin soruları varsa eğer onları alabiliriz. Aynı şekilde bir de YouTube'u da kontrol edelim. Oradan da sorularımız var mı? Yorumlarımız, görüşlerimiz bu konuyla ilgili. Orada biz imkan tanımış mıydık sohbete?
Evet, imkan tanımıştık. Evet, bizim enstitüdeki arkadaşlarımızdan olabilir. Tanıyor muydunuz daha önceden? Sayın Maylin'i tanıyor muydunuz? Bu şekilde Kazakistan için, aynı şekilde Türk dünyası için de önemli bir figür olduğu anlaşılıyor. Саламатсыздар. Selametsiz, buyurun. Мен сіздердің бұл семинарларыңызға қонақ болып қатысып отырмын. Бірінші рет емес, бұдан бұрын да қатысқанмын. Және мына Еркінбектің бүгінгі сіздерге таныстырып отырған ерекше бір еңбегіне біріншіден рахмет айтқым келеді. Өйткені бізде Бейімбет Майлин өте мықты аз уақыт өмір сүрсе өнімді еңбек еткен жазушыларымыз. Қалам деген өте мықты жазушымыз. Енді Еркінге осы жерде бір сұрақ қояйын деп едім. Осы Бейімбет Майлин өз өмірінде, өз шығармашылығында бүркеншік аттарды өте көп қолданған жазушы. Осы публицистикалық еңбектерінде бүркеншік ат қолданды ма екен? Не болмаса барлық еңбектерінде өзін осы педагогикалық әдіскерлік еңбектерінде өз атын ашық қолданды ма екен? Осы жағын білгім келеді. Одан кейін сұрағым, осы Бейімбет Майлиннің өз қатарластарымен өте көп хаттары сақталған екен. Осы жағын зерттеп көрдіңіз бе? Алдағы уақытта осы Бейімбет Майлиннің хаттарына көңіл аударсаңыз деген осындай бір ниет, тілегім бар еді. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз, екі сұрағыңызды өте қызық сұрақ болды, өте мағыналы сұрақ болды. Мен үшін алдағы уақытта ұдайы назарда ұстайтын сұрақ. Бейімбет Майлиннің біздің ақпарат құралдарымызда, мәселен, Егемен Қазақстан газетіміздің ең алғашқы жылдарында сүбелі еңбек еткен тұлғаның бірі Бейімбет Майлин, оның қара жүгін атқарған. Ол кездерде ол ұдайы лақап аттарды қолданып отырған. Ол өзін атын шығаруға, өзін мына жерде көрсетіп қалуға, бір жерде өзін қосып қалуға, я болмаса алаш қайраткерлерімен бірге жүргеннің тұстың өзінде де қоғам арасында, қоғамның алдында өзін көрсетуге аса бір талпынбаған. Ол жазумен, сызумен айналысқан адам. Сондықтан да ол публистикада лақап аттарды өте кеңінен қолданған, және де жаңағы оқшау деп беріп отырады. Колонка, газеттерде көбінесе қолданатын колонка, сол жерде оқшау аттарын ғана қолданған. Ал ол әдістемелік кітаптарының көпшілігінде негізінде Бейімбет Майлиннің 46 белгісіз еңбектері бар. 46 белгісіз еңбегі бар. Ол назардан тыс қалып отыр бүгінгі күнге дейін. Сол уақыттардың ешқайсында біз қарастырған кітаптарымызда ешқандай лақап ат қолданбаған. Бейімбет Майлин лақап ат қолданбай, тек ашық өзінің Бейімбет деп қана атын қолданған, я болмаса Майлин деп қана атын қолданған. Бір қызығы, Бейімбет Майлин деп екеуі атын қатар қолданбаған. Ал кітаптары, хаттары туралы сұрағыңызға, Бейімбет Майлиннің басқа зиялылармен жазысқан хаттары жұмыс барысында болмаса, бұлай жеке адами тұрғыдағы хаттарын біз қолымызға түсіре алмадық. Жақсы. Мен өзім таныстыруды ұмытып кеттім. Жанна Иманқұлова боламын. Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде қызмет етемін, және сонымен қатар журналистика саласында қатар қызмет етіп келе жатырмын. Рахмет сіздерге. Çok teşekkür ediyoruz. Kuanıştınız. Мен де қуаныштымын. Айрылкүн, мен бір сұрақ қойсам бола ма? Tabii ki. Естіліп тұр ма?
Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Еркінбекке жаңағы осындай баяндама үшін біріншіден рахмет айтқым келеді. Мен мынандай сұрақтарым бар. Мен өзім тұлғатанушы болған соң, бір қайраткердің өмірін зерттеп жүрген соң, бұл қаншалықты қиын екенін жақсы білемін. Сондықтан мені бір сұрақ қызықтырып тұр. Сіз жақсы білесіздер, осы совет заманы кезінде, әсіресе 20-30 жылдары, партиялық диктат, идеология, цензура өте үлкен дәрежеде қолданды. Сол мысалы мен өзім архивтерде жұмыс істеген соң, архивтерде көп дүние шықпай қалды, басылмай қалды. Ол архив қорларында жатыр, мысалы цензурадан өтпей қалды, немесе цензура өте қатты қолданылды. Сол мысалы сол өзіңіз зерттеуіңізде сіз қаншалықты осы архив деректерін қолдандыңыз? Мысалы міне мен бір құжатты көрсетіп кетейін. Мысалы осындай типтес мысалы құжаттар өте көп. Мысалы партия архивінде де бар, мысалы баспа бөлімі деген болған, сосын үгіт насихат бөлімі, оқу әдістемелік бөлім болған. Мысалы көп жағдайда мысалы әдебиетшілер, филологтар осы дүниеге жарыққа шыққан дүниені немесе ауызшалықтырған дүниені қолданады, бірақ архивке көп бара бермейді да. Сондықтан осы архивте енді мысалы мен Майлинді зерттемеймін, бірақ Майлин тұрған жерді көрсетсем мысалы алып кетемін, бірақ мен оны зерттемеген соң мен бұл құжаттарды жарияламаймын мысалы. Ал көбіне осыны зерттейтін тұлғалар болған соң, кешенді осындай зерттеу қаншалықты жасалады. Мысалы 5-ші тұр, мысалы Маржан стихи деп Майлин тұрда, мысалы сосын Жаншар Молда деген кітаптар тұрда. Шыққан кітаптар және шықпаған кітаптар. Шықпаған кітаптар не себепті шықпай қалды? Соның деректерін негізінде қарастыру бар ма? Ол біріншіден. Екінші сұрақ аударма мәселесі жөнінде. Мысалы мен көп Қазкрайком дейді, Қазақ өлкелік партия комитетінің құжаттары материалдарын көрдім. Сол жерде мысалы Майлин көптеген еңбектерді аударуға қатысты. Мысалы кейбір жерде ол аты мүлдем көрсетілмеген. Бірақ оған гонорар төлеу, ол жұмыс тобын құру, комиссияның құрамына кіргізу деген көптеген құжаттар бар да. Соларды сіздер өздеріңіз зерттеуіңізде қаншалықты көріп, танып, осы дүниенің бәрін төбендеп, анықтап, қаншалықты қолдана білдіңіз, соны сұрағым білгім келеді да. Рахмет. Рахмет, Алмас мырза, өте терең сұрақ қойдыңыз. Мәселен, деректер негізінде өте жақсы дүниені айтып кеттіңіз сұрақ қою барысында. Мәселен, әдебиетшілер, тілшілер өздерінің жаңағы ғылыми зерттеумен айналысу барысында архив материалдарын өте аз қолданады. Дүниеге шыққан кітапханаларда, әсіресе кітапханаларға барып диссертациясын жазады да, ал архивтерге кіру әдебиетшілер арасында өте сирек кездесетін құбылыс дейік. Мен бұл сіз айтқаныңыз бойынша осы жаңағы Бейімбет Майлиннің 4 кітабын тауып, мен Абай атындағы университетке апарғанда кафедрадағы адамдар таң қалды. Мұндай кітап бар ма? Бұл Бейімбет Майлиннің мұншалықты бұлай жазу мүмкін емес қой деп, мәселен, енді артауыз айтпай қойын. Содан ақ сіздің жаңағы сөзіңіз аяқтай түсуге болады. Және де мен архивтерге бардым. Оның ішінде бір мәселені айтып кетейін. Жалпы ұлттық кітапхана, орталық ғылыми кітапхана, солардың ішінде кейбір таба алмаған, оларда да бар, бұл кітаптар бар. Бірақ бұларда жоқ кітаптар кітап палатасында бар. Кітап палатасында өте көп кітап қорлары бар. Бірақ біздің зерттеушілеріміз, архивпен танысқысы келетін адамдар үйреніп қалғандай архивке барады, және де белгілі орталық ғылыми кітапханаға барады. Ал мен қажетті кез келген кітабымды жаңағы сіз айтып өткен Бейімбет Ахмет Байтұрсыновтың баяншы кітаптарының, мысалы үшін ең алғаш жазылғандарының барлығы да жаңағы кітап палатасында бар. Кітап палатасының қоры кез келген архивтің қорынан үлкен деп айтуға болады. Ал осы жалпы айтайын дегенім. Рахмет. Teşekkür ediyoruz. Benim bir sorum vardı. Tabii ki. Buyurun. Еркінбек рахмет бүгінгі баяндамаң үшін. Жалпы Бейімбет Майлинді көп адам, оның ішінде мен де бар, тек әдебиетші ретінде қарап келеміз. Енді мұнда оқулық құрастыру деген жаңа бір қыры.
жақсы жағынан ашып жатырсың. Мына Совет одағы алғаш құрыла қалған кезден бастап 50-ші жылдарға дейін, тіпті 50-ші жылдан кейін де 64 пе 65-ке дейін шетелдегі қазақтарды, басқа жағын білмеймін, әсіресе Қытайдағы қазақ тілді мектептердегі оқулықтар ол Қазақстаннан құрастырылып барып тұрған еді. Сол жағын қарастырдың ба? Қытайдағы қазақ мектептері үшін құрастырылған оқулықтарда Бейімбет Майлиннің үлесі болды ма, болмады ма? Мысалы, біз өзіміз бастауыш оқыған кезде, сол кездегі ана тілі, әдебиет деген оқулықтарымызда Бейімбет Майлиннің шығармалары өте көп кездесетін. Енді бертін алып тастады. Және Шұғаның белгісі дегендердің бәрін сол мектеп оқулықтарынан оқыған болатынбыз. Осы жағын қарастырған ба едің, жоқ, бұл жағын ойластырмадың ба? Рахмет, Өмірбек мырза, сұрағыңызға өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Мен бұл семинардың маған өте үлкен пайдасы болады. Себебі осы сұрақтарыңыз кәдімгідей менің диссертациямның одан сайын салмақты болуына, мағыналы болуына жол ашады. Біріншіден, Бейімбет Майлиннің біздің шекарадан тыс өмір сүріп жатқан біздің отандас этникалық қазақтарға арналған оқулықтар жазу барысын мен шынын айтайын қарастырмадым. Ал дегенмен Бейімбет Майлиннің және де Ахмет Байтұрсыновтардың кітаптарының шығармаларының ол жақтарда оқытылуының бір заңдылығын айтып өтейін. Бейімбет Майлиннің жаңа оқулықтарында, оқу құралдарындағы әңгімелері өте қысқа. Бейімбет Майлиннің жазушы болып қалыптасуының себебі жаңағы оқу құралдарына қысқа ғана әңгіме беру, қысқа ғана мысалдар беру арқылы негізінде қалыптасқан. Сондықтан да сіздің сұрағыңыз мен үшін өте қызық. Болашақта бұл сұрағыңызды зерттеп қарастыратын боламын. Ал нақты ол осы сала бойынша ешқандай зерттеу жұмысын жүргізбедім. Саламатсыздар ма? Менде бір сұрақ. Жақсы, рахмет. Кешіріңіздер, Еркінбек, өте қуаныштымын осындай баяндамаңызға. Менде бір сұрағым бар. Енді қазіргі жағдайда осы сол 20-шы ғасырдың басындағы тұлғалардың жасаған, мысалы, оқу құралдары, жаңа өзіңіз айтып отқанда оқулықтары, болмаса жаңағы тарихи, болмаса ғылыми еңбектері бар. Алайда қазіргі кезде оқулық жазу әлі де проблема болып тұрды бізде. Осы тұрғыда, мысалы, жаңағы Бейімбет болсын, сол кездегі Ыбырай Алтынсарин, басқа да, мысалы, тікелей жаңа Ресейдің несімен, ықпалымен жасалған дүниелер бар. Осы жағдайда бір не бар ма? Сабақтастық, болмаса жаңағы жалғастық, не болмаса жаңағы ұқсастықтар. Осы Бейімбеттің дәстүрімен, болмаса жаңағы Алаш зиялыларын деген сияқты. Қазіргі оқулық жазу мәселесінде. Осы. Рахмет, бұл сұрақты мен зерттеп қарастырдым. Жалпы сабақтастық өкінішке қарай жоқ, үлкен жағдайда жоқ. Қазіргі біріншіден ол кездегі кітаптар жалпы қоғамға арналған. Қазіргі оқулық жазу барысы мүлдем басқаша, ол кезбен сәйкес келмейді. Ал дегенмен де сол кездің ішіндегі әдістемелік, дидактикалық және де басқа да әдіснамалық дүниелерді біз алып қазіргі оқулықтарда қолданатын болсақ, ол өте үлкен мағыналы болар еді. Өкінішке қарай ешқандай сабақтастық болмай отыр. Қазіргі оқулық жазу барысында мүлдем біз сол кездегі 20-шы ғасырдың басындағы тіпті Бейімбет Майлиндерді алмай-ақ, ұлт ұстазы деген Ахмет Байтұрсынов яки Ыбырай Алтынсариннің жаңағы атаулы жұрт аузында жүрген кітаптары назарға алынбайды. Егерде біздің қазіргі балаларымыздың оқып жатқан кітаптары, әліппелері, ана тілі оқу құралдары сол кітаптардың негізінде жазылса, біздің балаларымызға өте пайдалы болар еді.
Көп рахмет. Erkin Bey, ben de bir soru soracaktım. Öncelikle teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ben şeyi merak ediyorum. Yani yaklaşık işte 1900 ne zaman ölmüştü? 1940'larda falan değil mi? Evet, 44'te. Yani o 1900'lerin başlarında yazmış olduğu kitapları var. Daha doğrusu ortalarına doğru. Dil olarak yani dönemin yazıldığı Kazak dili olarak yani karşılaştırdığımız zaman bugün konuşulan Kazakçayla, Kazak Türkçesiyle bir okul çocuğu yani Beyin Betmali'nin çocuk kitaplarını okuduğu zaman, hikayelerini okuduğu zaman anlayabilir mi? Dildeki işte kelimelerin, sözcüklerin şeyi nasıl ağırlığı? Muhtemelen Rusça çok fazlasıyla o zaman edebi dile çok fazla sirayet etmemişti bildiğin kadarıyla değil mi? Evet. İzninizle hocam, çok benim için bu soruyu, bu konuyu çok derinden araştırdım ve direkt cevap vereceksem %99 anlayabilir. Bazı metinlerde bazı kelimeler anlaşılmayabilir ama onun bir eş anlamları gelebilir. Biz mesela Türkiye Türkçesinin o zaman yazıldığı edebi mesela Mehmet Akif Ersoy'un herhangi bir şiirini okuduğumuzda biz zorlanıyoruz. Ezberlemekte de zorlanıyoruz. Ama Kazakların o zamanki yazıldığı metinlerini rahatlıkla bu zaman okuyabiliriz ve herhangi bir öğrenciler birinci sınıf, ikinci sınıf onlar da okuyabilir ve çok rahatlıkla anlayabilir. Bizde mesela Mehmet Akif'i yani çağımızdaki bir ortaokul öğrencisi okuduğu zaman anlamaz. Yani büyük bir ihtimalle anlamaz. Evet. Onun için hani böyle bir soruyu sen de karşılaştırma yaptın. Güzel oldu. Bizdeki anlamayacaktır. Tamam mı? Yani muhtemelen %30, %40 falan anlar. Ama %99 önemli bir rakam. Demek ki güzel yani. Mesela hocam ben şu anda Mehmet Akif Ersoy'un bazı şiirlerini ezberliyorum. Ezbere de biliyorum birkaçını ama orada okuduğumda oradan Türkiye'den bilen arkadaşlarıma sorduğumda bu kelimenin anlamı, bu mesela bir kelime kesif kelimesinin anlamı ne dediğinde birkaç kişi bilmedi mesela. Doktora öğrenciler bilmez. Tabii. Ortaokul öğrencisi hiç bilmez yani. Lise öğrencisi de bilmez. Üniversite öğrencilerin de büyük çoğunluğu bilmez yani. Bence de. Çok ilginç bir nokta bu. Gerçekten ilgi çekici. Tabii. Aramızdaki şeylerden biri yani farklılıklardan. Bilmez yani doğru. Yani çok ilginç kelimeleri bilmediklerini görüyoruz. Özellikle yani nasıl 25-30 yaşın altı hatta. 30 yaşın altı. Yani 30 ile 40 yaş arasında bile inanılmaz bir fark oldu yani Türkiye'de bence. Evet. Son yıllarda. Yani mesela muvaffak kelimesini bilmiyor üniversite gençlerinin çoğu. Muvaffakiyetler dilerim falan mesela dediğinizde anlamayan çok üniversitede. Halbuki bunu 40 yaşın üstü %80'i bilir. 80'i 90'ı bilir. Yani herhalde 80-2000 arasında çok inanılmaz bir değişim oldu bence yani. Veya internet mi artık bunu getirdi ya da kitapları mı okumuyorlar, eğitim mi değişti? Ama edebi Hocam, parçalar, böyle edebi bir metinler falan yine okutuluyordu ama herhalde eğitimin yoğunluğu azaldı demek ki. Gençler yani yeni çıkan kitaplara baktığımız zaman yani işte isim vermeyeyim. Yani baktığımız zaman belki kullanılan dili karşılaştırdığımız zaman hani 1900'lerin başındaki o işte edebi metinlerle yani işte 1920-30'larda yazılan Cumhuriyet dönemi hani daha gerisine gitmiyorum. Karşılaştırdığımız zaman dil arasında muazzam bir farklılık var. Yani şiirlere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Kullanılan kelimeler, çok anlam dünyası, zihin dünyası çok kısıtlı gibi yani. Çok farklı. Tamamen tabii. Oluşum kısıtlı olduğu yönde. Yani böyle yani yalın ama yavan. Yavan. Aynen öyle. O ne yazık ki yani o
işte biraz aşırıya herhalde kaçılmasından bazı şeyler de oldu. Yani Türkçeleştireceğiz tabii ki ama ya işte Atatürk'ün mesela anlattığı bir olay, o Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde geçen velhasıl kelimesi mesela. Yani diyor ki velhasıl kelimesi tamam Arapçadır ama diyor öyle bir Türkçeleşmiştir ki artık o bizim olmuştur diyor. Tabii. Yani velhasıl işte böyle mesela anlatıyoruz yani günlük dilde de şey dilinde de. Yani kategorik olarak bir kelime işte Arapçadır, Farsçadır, Rusçadır, Yunancadır, Ermenicedir, Sırpçadır. Öyle çok kelime var Türkçe'de. İtalyancadır mesela. Yani bu şekilde bence bunları yani kategorik reddetmekten ziyade kullanımda mı, değil mi? Yani dilin zenginliğine katkı sağlıyor mu? Bizdeki alternatifi ne ölçüde anlamını karşılıyor vesaire gibi pek çok kriterden bakmak lazım diye ben düşünüyorum. Kaldı ki İngilizce mesela dünyanın en zengin dillerinden kabul ediliyor. Yani yine on binlerce kelime başka ülke, başka dillerden geçmiş İngilizce'ye de. Bir şey burada ekleyebilirim. Mesela ben her haftada bir öykü Ömer Seyfettin'in öykülerini çeviriyorum. Bir haftada bir Facebook'ta paylaşıyorum. Mesela orada ilk Ömer Seyfettin'in bir kelimesi, mesela ant kelimesini aldığımızda internetten farklı şekilleri çıkıyor ortaya. Onun hangisi orijinal olarak Mehmet Ömer Seyfettin'e ait olduğunu bilmiyoruz ve tam o bir PDF halinde ilk çıkan kitaplarını çevirmekte biraz zorlanıyorum. Evet. Zorlanırsan yardımcı olabiliriz ya. Evet, aynen öyle. Olur yani, şey yapma, çekinme. Yani bu çok ilginç gerçekten yaşayan işte dilin yaşayan özelliğinden kaynaklanıyor. Yani onu yaşatan insan veya edebi eser ortada kalmazsa o zaman artık o kelime de yavaş yavaş gündemden düşüp yok oluyor yani tabiri caizse. Yani eski kelimeleri kullanmamanın şu andaki yazarlar için mesela şairler için mazereti bence pek yok aslında. Ama onların Suat Bey dediği gibi yani herhalde işte kelime hazneleri artık o şekilde şekillenmiş. Yoksa öyle kelimeler var ki direkt o anlamı çok yoğun bir şekilde yani daha tınısından itibaren vermeye başlıyor. Türkçe değil belki ama bir şiirde kullanılması mesela bence çok daha anlamlı olabilir başka böyle bir Türkçe kelime yerine. Ki kullanılmış yani Türkçe'de bu. Tabii. Kullanılmış zamanında. Ama şimdi onun yerine başka bir şey yani sırf öz Türkçe diye kullanılması. Yani o da olsun, o öbürü de olsun tedavülde. Yani zenginlik bence böyle bir şey. Ya diğer türlü şey yapıyoruz yani, sıkışıyoruz yani. Şimdi mesela bir metin üzerinde özellikle şu redaksiyon sürecinde görüyoruz. Arkadaşlar Hareketsiz şeyler kalıyor. de bunu tabii o kadar şey yapıyor ki işte katkı sağlamaktadır. Bakıyorsunuz içerisinde Aynen. Kısır katkı böyle sağlamak tabii dönüyor duruyor, tamam bakıyorsunuz. öğreniyoruz yani. Aynen öyle. İşte vurguladı, altını çizdi. Mesela ifade etti. İfade ettiği de Tabii, kullanacağız mesela. İfade Arapça diyelim. tabii. Ama Türkçeleşmiş yani. Sadece vurguladı, söyledi, dedi. İşte bitiyor ondan sonra. Tabii. Yoksa İngilizce'de de mesela o sözlükte baktığımızda hepsinin kökeni işte eski Latinceden gelme. Bilmem Yunanca'dan, Fransızcadan almışlar yine. Tabii. Cermen dillerinden almışlar. Çeşitli şeylerden almışlar. Belki yarısından fazlası İngilizcenin. Tabii. Yani bu geçişkenlikleri muhafaza etmek hatta diğer kültürlerle de bağımızı çok kuvvetlendiriyor. Yani böyle işte yemeklerde şurada burada değişik ülkelerden mesela Pakistan, Hindistan veya Afganistan, İranlılarla falan oturulduğunda konuşulduğunda anormal sayıda ortak kelime çıkıyor ve aynı anlamda hemen hemen hepsi hala kullanımda. Yani sadece Türk alemi de değil. Dolayısıyla böyle dilde ne kadar aslında fazla farklı dillerden kelime olursa diğer kültürlerle de bence ilişkisi daha güçlenebilir gibime geliyor. Yani bir Afgan Türkiye'ye geldiğinde daha kolay Türkçe öğrenmesinden tutun da yani kaynaşmaya, halkın kaynaşması, diğer kültürel hatta ticari ilişkilerin kurulmasına bile
dildeki ortaklıkların bence büyük katkısı vardır. Yani işte bu konuda herhalde kurumsal çabalar önemli. Yani Türk Dil Kurumu gibi veya işte hatta Türk Keneşi gibi Türkçenin de yani Türk dillerinin diyelim hatta zenginleştirilmesini temin etmek adına onların da çabaları çok önemli Bu herhalde. saydığınız kurumlar da şey hocam işte yani baktığınız zaman yani totalde 1800'lerdeki Kazan'daki enstitüdeki personelin şu an hepsini toplasanız yani Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu, akademiyi, bütün kurumları toplayın. Orada çalışanların sayısı işte 1800'lerdeki Kazan'daki enstitüdeki çalışanların sayısının belki yani 1/3 falan yoktur. Türk Tarih Kurumu'nda fiili olarak çalışanların sayısı 18-20'yi geçmiyor. Türk Dil Kurumu Evet. öyle. Türk İnanılmaz. Akademisi'ni de biliyoruz yani. Türk Akademisi'nde işte baktığımız zaman araştırmacı sayısı 12-13 civarında ben gittiğim zaman öyle görmüştüm yani 4-5 sene önce. Şey yok yani bunlar ne üretebilir ki? Aynen öyle. Bürokratik zaten belli Eleştirmek işler var lazım. vesaire. Kesinlikle. Yani bu dediğiniz gibi o yani değişik ekollerden de gerekirse faydalanmak lazım. Tabii tabii. Yani yani başka türlü personel olmadan, maddi fiziksel imkanlar olmadan araştırma, çalışma olmaz. Ve her yani attığımızı 12'den de vuramayacağımıza göre yani 100 tane araştırma olacak. İçinden belki bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi çok güzel çıktılar getirecek, çıkaracak. Böyle böyle kültürümüz de yücelecek yani. Başka yolu yok. Yani 200-300 yıllık işte Amerikan kültür veya Amerikan dili ve edebiyatı. Yani dünyada Amerikan dili ve edebiyatı sayısı, bölümü sayısı Türk dili ve edebiyatı bölümü sayısından daha fazla. 300 yıllık bir ülke neticede ama demek ki öyle üretmişler ki yani romanlar olsun, bilmem şeyler olsun. Şimdi de kültürün değişik unsurlarıyla bunları hayata geçiriyorlar. Yani sinemasını filmini çekiyorlar işte şeyin, romanların. Bilmem bir şeyler yapıyorlar. Sosyal medyayı kullanıyorlar. Aynen öyle. Biz de Aynen mesela öyle. şu anda yani geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. İşte Kazakçayı hani işte diğer dilleri falan YouTube'dan bilmem şuradan buradan 40 bin tane şey var. Platformla öğrenebiliyorsunuz. Dedi ki ya Kazakça öğrenmek için ben İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımı hissettim dedi. Dedim neden? Dedi çünkü Türkçe ve Kazakça yani bir Türk birisinin Kazakça anlattığı bir video, bir YouTube sayfasını Ya, ben bulamadım dedi. Ama aynen dedi aynen. İngilizlerin ya İngilizce anlatılan Kazakça bir sürü site var tamam diyor. Dedim enteresan bir şey. Yani Doğru 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 vallahi ya. Türkçe, Kazakçayı öğrenebilecek bir platform, bir site, bir şey yok. Ama İngilizce biliyorsanız daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Böyle bir çarpıklık, böyle bir sakat bir durum olmaması gerekiyor. Yani ondan sonra Türk dünyasındaki birlikten şuradan buradan bahsetmenin hiçbir şeyi yok yani. Kesinlikle. Alemi yok. Buralardan başlamak lazım yani en basit şeyler ya aslında. Yani böyle dediğiniz gibi bir set olacak. Türkçe anlatacak onu. Ee, kesinlikle yani ilginç. Evet. Sorular var mı arkadaşlar veya görüşler bu konularla ilgili? Any Teşekkür ederiz. ideas, suggestions? Yoksa o zaman bugünlük kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Başta sunucuya ve tüm katılımcılara. Yeni seminerlerde görüşebilmek dileğiyle. Hayırlı günler diliyoruz.